Барлығыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Бексұлтан. Мен бүгін сіздерге паттернның қосындысы жайлы айтатын боламын. Алдыңғы сабақта мен сіздерге жалғыз паттернның қандай қызмет, қандай сигнал беретіндігін айтқан болатынмын. Алдыңғы видеома кіріп көрсеңіздер болады. Бүгінгі таңда бір жалғыз паттерн емес, екі қосынды паттернның не сигнал беретінін айтатын боламын. Сол үшін осы видеоны бастан аяқ соңына дейін көріңіздер, керекті мағлұматтар өте көп ағайын. Паттернның қайда баратынын, келесі паттернның қайға кететінін сигнал беретін жайлы айтатын болатынбыз. Бұның өзі 10 немесе 20% сигнал болып есептелінеді. Бұл жалғыз паттернмен келесі паттернның қайға кететінін ғана біз біле аламыз. Бүгінгі сабақта паттерндардың қосындысын өтетін боламыз. Алдыңғы сабақта бір жалғыз паттерн 10 немесе 20% бізге информация, мәлімет береді, келесі паттерн қайға қарай кететіні. Ал егер бүкіл графиканы оқи алатын болсақ, оқу үшін бізге паттерндардың қосындысы керек. Мысалға, бір паттерн қайға қарай кететінін біз білетін болсақ, енді екі қос паттерн қайға қарай кетеді. Соны бүгін мен сіздерге үйрететін болам. Мысалға, бір паттернмен 10-20% информация алып отырсақ, тағы да 10-20%-ті қосатын болсақ, бізге нені айтып тұр бұл? Келесі графика 50%-ке біз оқып отырмыз. 50%-ке оқып отырмыз. Келесі паттерн немесе графика қалай қарай кететіні. Паттерндардың қосындысының негізі қанатын кеңге жайған 5 түрі бар. Бірінші түрі 3 солдат. Екінші 3 қарға. Үшінші 3 жұлдыз. Төртінші жұтып алу паттерны. Бесінші кешірім сұрайын. Таңғы жұлдыз. Таң жұлдыз деп аталатын болады. Осы 5 паттернның қағидасы, 5 паттернның қосындысы, қанатын кеңге жайған паттерндардың қосындысы бұл. Біріншісінен бастап өтетін болсақ, 3 солдат. 3 солдаттың паттерны қандай болады? Мысалға, бізге бұл нені айтып тұр? Бізге графиканың жоғары қарай кететіндігін айтып тұр. Қазір өзі графика жоғары қарай кетіп барады ғой, енді келесі паттерн немесе бүкіл графика жоғары қарай кететінін айтып тұрды. Бұл уже трендке айналып кетіп барады. Енді 3 қарға қай кезде орындалмайды? Қараңыздар. 3 қарға мысалға мен сіздерге айттым, то что басымен көлеңкесі бар деп. Егер қараңыздар, бір паттерн осындай мысалы басы и көлеңкесі. Егер бір паттернның басы и көлеңкесі өзінің денесінен 10%, 15% құрайтын болса, бұл уже кәдімгі полноценный бір паттернға жатады. Уже бұлардың көлеңкесі мен басы жоқ болып есептелінеді. Не үшін? Өйткені бұның басы мен көлеңкесі денесінің 15%-ін құрап тұр. Болды. Ал егер мынандай болып кететін болса, бұл бізге уже нені айтып тұр? Алдыңғы сабақта өткенде төңкерілген балған айтып тұр. Бұл бізге, егер мынандай орындалатын болса, бұл уже қате, бұл уже 3 солдатқа жатпайды. Көрдіңіздер ме? 3 солдатқа жатпайды. Ал егер мына жағы емес, қараңыздар. Басы емес, мына жағы ұзын болса, это 3 солдатқа жатады. Но 3 солдатқа жатқанда графика жоғары қарай кететінін бізге айтып тұр мынаның өзі. Мынаның өзі, полный несі, бүкіл паттернның 3 қосындысы. Бұл уже 3 солдатқа жатпайды. 3 солдатқа жату үшін көлеңкесіз, бассыз осындай болу керек. Болды. Болса болатын жағын кішкентай ақ болу керек та. Осындай кішкентай ақтан болу керек. Егер мынандай көлеңке немесе осындай басы ұйымда болатын болса, ол уже жатпайды 3 қараға. Естеріңізде сақтап алыңыздар. Сосын 3 қарға қай жерде дұрыс ойнамайды? 3 қарға мысалға, қараңыздар. Уровень сопротивления немесе уровень поддержка
қарсылық уровені немесе қолдау уровеніне келген кезде үш қарға ойнамайды, естеріңізде болсын. Бұл кезде мынандай паттерн орындалуы мүмкін. Көрдіңіздер ме? Сол үшін лажы болса бұндай паттернның қосындысын көретін болсаңыз, уровень сопротивления мына жерде, уровень поддержка мына жерде. И екі ортада орындалды. Мынаның түбінде емес, мынаның түбінде емес. Екі ортада орындалып тұр. Это бізге нені айтып тұр? Что графика жоғары қарай кететіні. Түсіндіңіздер ме? Келесі үш қарға. Үш қарға дәл үш солдат сияқты, но уже бұл төмен қарап барады, кетіп бара жатқан графика. Это тоже мынандай басымен көлеңкесі болмау керек. Бұда бір несі қараңыздар. Бұл уже керісінше. Мынау болса ештеңе қалмайды. Мынау болса, бұл бізге нені айтып тұр? Бұл уже бізге төңкерілген балғаны айтып тұр. Бұл бізге нені айтып тұр? Төмен қарай кететіні. Ал егер мынандай болса, бұл бізге уже кәдімгі балғанның өзін айтып тұр. Бұл кезде, мысалға, осындай болып қалған жағдайда, бұл бізге белгісіз әлі графика жоғарыға кете ме, или төмен түсе ме. Сол үшін мынаның жоқ болғаны бізге тиімді. Көрдіңіздер ме? Егер осындай орындалатын болса, бұл уже графика төмен қарай кетеді деген. Енді қараңыздар. Үш қарғаның осындай ғана. Көлеңкесімен басы да осындай кішкентай болу керек. Бұл уже кәдімгі үш қарғаға жатады. Это тоже уровень, қолдау уровень мен қарсылық уровенінің екі ортасында ойнау керек. Тақалғанда емес, түбінде емес, түбінде ойнамау керек. Егер түбінде ойнап қалатын жағдайда, бұл бізге белгісіз. То, что уровені тесіп шыға ма, шықпай ма, бұл бізге белгісіз. Но трендовый уровень не екен білесіздер ме? Трендовый движение дейді. Тренд пен қозғалыс дейді қазақша айтқанда. Мысалға, тренд пен қозғалыс дегеніміз ортада графика ойнап келеді. Осы жерде үш қарға орындалатын болса, немесе үш солдат орындалатын болса, жоғары қарай үш солдат орындалатын болса, мына жерде это бізге айтып тұр, қарсы уровеньге дейін баратыны. Ал егер мына жерде үш қарға орындалатын болса, бізге айтып тұр, графиканың қарсылық уровеніне дейін баратыны. Ал егер қарсылық уровенінде немесе қолдау уровенінде немесе қарсылық уровенінде жаңағыдай үш қарға орындалатын болса, это уже бізге белгісіз. Оны тесіп шыға ма, тесіп шықпай ма. Это үш қарға, үш солдат. Это просто трендовый қозғалыстың жалғасын білдіреді бізге. Түсіндіңіздер ғой, түсінікті айттым деп ойлаймын. Келесі. Жұтып алу паттерны. Бұл бізге нені айтып тұр? Жұтып алу паттерны дегеніміз, мысалға қараңыздар. Бір паттерн орындалды. Ананың төмен қарай кетіп баратқан паттерн деп алайық. Келесі паттерн орындалды. Былайынан түсті. Былайынан кетті. Бұл бізге уже нені айтып тұр? Графика жоғары қарай кетіп баратқаны. Уже графика бағытын өзгертіп барады да. Төмен қарай кетіп баратқан графика осындай паттернның қосындысын орындаса, бізде жоғары қарай кетеді деген сигнал. Көрдіңіздер ме? Мына жерде қараңыздар. Енді бұл жерде нені есте сақтау керек. Қараңыздар. Паттерн орындалды. Мысалға басы осындай болды. Ал паттернның өзі осындай болып қалды. Это бұл бізге ары кетсе бір 30-35% бізге сигнал ары қарай кететіні. Ал бұдан жоғары болу үшін не істеу керек паттерн? Мына жерден бітіп қалмау керек. Бұны мына келесі паттерн басымен бірге жұтып алу керек. Көрдіңіздер ме? Басымен бірге жұтып алу керек. Сол кезде бізге сигнал мына процент үлкейеді, бұл кезде бір 50% үлкейеді. Бізге уже паттернның жоғары қарай кететіні. Алло? Алло, саламатсыз ба? Садите Қарапайдың қасына кетінші апайым ғой, толғынай. Аха. Метканың ақшасын аударып жіберейін деген ғой. Болды, жиналды ма түгел?
финалда 18 баланыкі, Аха. 64.800 теңге. Саған осы нөміріне аударайын ба, болды ма? Иә, сосын не ғой айтпақшы, садиктің несін қазір жаңағы апай менен суреттерді сұрады да, мен сізге сол суреттерді жіберіп отырсам, сіз қатесіз несін аударып жазып жібере алып отырасыз ба, жаңағы аты жөнін? Аты жөнін қатесіз? Иә, сізге жазайын ба, или Іңкәр апайға жазайын ба? Іңкәр апайға жазайын, сен ішіне оның нелерін алмаппын жаңағы. Спискісін ба? Спискісін. Аты жөнін сол кісі жатқа біледі ғой, иә? Иә, біледі ғой. Болды, жарайды. Қазір аударып жіберейін. Көрдіңіздер ма, это уже бізге 50% айтып тұр. Графика жоғары қарай кететіні. Енді қараңыздар. Қай кезде, мысалға, мына жерінде де көлеңке болуы мүмкін. Көлеңкесі. Мынаның да көлеңкесі осындай болып қалуы мүмкін. Это ол ештеңе қалмайды. Это уже жоғары қарай кетеді деген. Главный бізге мынаны жұтып алу керек, мынаусымен. Жоқ, мына жерден бітіп қалатын болса, это уже 30-35% болып қалып кетеді да. Енді қараңыздар, төмен қарай кетіп баратқан. Мысалға, бұлай орындалып дейді. Бұл бізге нені айтып тұр? Графика төмен қарай кететіні. Егер осындай бір көлеңкесімен бірге жұтып алатын болса, это бізге 50%. Неда? Сигналда жоғары төмен қарай кететіні. Енді, ал егер көлеңкесі ұзынырақ болса, бұл уже 30-35%. Бітті. Түсініңіздер ғой? Енді қараңыздар. Егер осы паттерн, мысалға, мына жерде қараңыздар. Қарсылық уровені, қолдау уровені. Мысалға, мына жерде орындалды деп есептейік. Осы жерде жұтып алу паттерны орындалды. Это бізге нені айтып тұр? Егер қараңыздар, графика осылай келіп, уровень сопротивлениенің бойында, егер төңкерілген балға орындалып, жұтып алу паттерны орындалатын болса, бұл уже бізге сигнал уровень сопротивлениен бұзылғаны. Графика жоғары қарай кететіні. Түсініңіздер ме? Енді қараңыздар. Мысалға, мына жерде орындалды, төңкерілген балға, мына жердің тур бойында бітті. Это бізге не сигнал? Это уже бізге қарсылық уровені бұзылатыны. Қарсылық уровені уже жақын арада бұзылатыны. Мына жерден андай паттерн орындалуы мүмкін. Көрдіңіздер ме? Но бұның бойында андай паттернда орындалып кетуі мүмкін. Төңкерілген балға. Егер осы орындалатын болса, төмен қарай кетеді. Но егер мынандай қарсылық уровенді осылай бұзып барып бітетін болса, это уже сигнал жоғары қарай кететіні. Ал егер мынандай паттерндардың қосындысын орындайтын болса, бұл бізге уже сигнал емес, бұзып өтетіні, это төмен қарай кететіні. Көрдіңіздер ма? Дәл солай, қолдау уровенінде де салға кәдімгі балға орындалды. Жұтып алу паттерны орындалды. Это бізге не сигнал? Төмен қарай кететіні. Ал егер мына жерден төңкерілген балға орындалып, мына жерден жұтып алу паттерны орындалатын болса, мынаны бұзбай бітетін болса, қарсылық уровенді бұзбай бітетін болса, бұл уже бізге әлі сигнал емес, то что мынау бұзылатыны. Мындай паттерн орындалуы мүмкін. Сөйтіп, мындай паттерн орындалуы. Көрдіңіздер ме? Это уже сигнал бізге жақын арада бұзылатыны. Көрдіңіздер ме? Ал егер мына жерде мынандай паттерн орындалатын болса, әлі белгісіз. Жоғары қарай кетеді, немесе төмен қарай кететіні. Жұтып алу паттерны деген сол. Егер түсінбесеңіздер, қайтадан көріңіздер. Көріңіздер ме? Келесі. Үш жұлдыз. Жұтып алу паттерны кетті. Үш жұлдыз. Үш жұлдыз. Бұл не? Болды. Осы үш жұлдыз. Это доджи паттерндары. Жалғыз паттерн. Жалғыз паттернның өзі не сигнал береді? Қараңыздар. Мысалға, қарсылық уровені, қолдау уровені. Мына жерге келді. Мына жерде бір не орындалды. Мына жерде бір не орындалды. Мына жерде бір доджи паттерн орындалды. Көрдіңіздер ме? Это бізге не сигнал?
паттерн төмен қарай кететін. Мына жақта орындалса, жоғары қарай кететін. Көрдіңіздер ме? Мен қараңыздар, кейбіреуінде мынандай болуы мүмкін. Осындай болып қалуы мүмкін. Бұл уже мынаған жатпайды. Мынаған жатпайды. Көрдіңіздер ме? Бізге дәлме-дәл осындай керек. Егер осындай ситуацияларға кіргіміз келсе. Түсіндіңіздер ме? Бұл уже ең оңай не? Паттерндардың қосындысы. Это уже түсінікті. Түсіндіңіздер ме? Енді келесі. Қараңыздар, ең соңғысы таңғы жұлдыз. Таңғы жұлдыз. Енді қараңыздар, таңғы жұлдыз қалай? Міне бірінші паттерн. Екінші. Бізге ертең не сигнал? Қандай сигнал болып келеді? Төмен қарай кетеді. Бұның да керісіншесі бар. Көрдіңіздер ме? Бұл бізге не сигнал? Жоғары қарай кететіні. Дәл осылай қарсылық үрейі, қолдау үрейі. Қарсылық үрейіне келді. Мынандай болса да бола береді міне. Жалғыз мынандай емес, мынандай да болса бола береді. Көрдіңіздер ме? Ол бізге не? Келе жатқан графиканың бағытын өзгерту. Мына жақта да. Келе жатқан графиканың бағытын өзгерту. Көрдіңіздер ме? Қараңыздар. Егер мына жерде бітетін болса деген сұрақ болуы мүмкін. Мына жерде қарсылық үрейін бұзылып келіп орындайтын болса деген сұрақ болуы мүмкін. Это қараңыздар, это уже бөлек сабақ. Бұл уже бөлек сабақ. Но мен сіздерге қысқа нұсқа айтып өтейін. Бұл уже былай емес. Неге? Өйткені қарсылық үрейінді бір бұзып шықты, енді бұны тексеріп жатыр. Қайттан келіп тексереді. Тексеріп болғаннан кейін түсіп кетеді, көтеріліп кетеді. Көрдіңіздер ме? Бұның да өзінің нелері бар. Егер мына жерде осындай орын алатын болса, төмен қарай кетеді деген бізге сигнал. Но мына жерде бұлай орын алып кетсе, бұлай немесе бұлай, это уже бізге жоғары қарай кетеді деген сигнал. Дәлме-дәл астында да сондай. Сіз көрсете салайын. Бұл бізге уже жоғары қарай кететіні, но қолдау үрейін уже бұзып шығып кетті да, көрдіңіздер ме? Но қараңыздар, егер мына жерден мынандай немесе осындай орын алатын болса, осының бәрі паттернның қосындысы деп аталады. Это мен сіздерге көрсеткенім қанатын кеңге жайған паттерндардың қосындысы. Бұндай паттерндардың қосындысы негізі өте көп. Интернетті ашып қарасаңыздар болады. Сол жерде үйретеді. Сол жерде көрсетеді. Мына мен сіздерге көрсеткенім бұл қанатын кеңге жайған паттерндардың қосындысы. Түсіндіңіздер ме? Егер түсінбесеңіздер, қайттан қарап шығыңыздар. Енді қараңыздар, мен мынандай өткізгім келіп жатыр. Мен сіздерге қазір графиканы сызып беремін. Сіздер болжайсыздар, қайқа кететінін. Егер келесі сабақта дұрыс жауабын мен сіздерге айтатын боламын. Қараңыздар, графика келе жатыр. Мынандай паттерн орындалды. Осындай паттерн орындалды. Енді қайда кетеді деп ойлайсыздар? Жоғары немесе төмен. Соны комментарийға жазып кетіңіздер. Енді қараңыздар, мен сіздерге айтқым келетіні, қазір менің айтатыным тиын жайлы. Қазір мен сіздерге айтатыным тиындар, криптовалюта. Қазір қайсысын алуға ыңғайлы?
Оның барлығын мен алып қойғанмын. Егер қандай криптовалюта алуым керек, қайсысын алайын деп мысалы ақыл кеңес алатын болсаңыздар, жазыңыздар. Мен сіздерге әрдайым жауап беруге дайынмын. Тағы да сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Жабық каналға қалай түсу керек екенін мен сіздерге алдын сабақта айтқан болатын. Астындағы шарттарды комментарийдің ішінде көрсетіліп тұрады, қандай шарттар орындау керек екен. Соны орындасаңыздар жабық каналға түсесіздер. Жабық каналда не үйретеді? Күніне 1-2 ставка беремін. 70-80% өтімділігі. Сол ставканың ойнап кететініне 70-80% гарантия беремін. Сонда 2 ставка беретін боламын. Одан кейін қандай криптовалюта, қандай тиындар алу керек екендігін айтып отырамын. Айына 1 криптовалюта ал, 1-2 криптовалюта айтып отырамын. Қандай криптовалюталар алу керек екендігін. Тағы не айтам? Өте жаңалықтарым көп. Алдың болашақта Құдай қаласа CoinList дегенді естулеріңіз бар ма, жоқ па білмедім. Соны сіздерге үйрететін боламын. Тиын бүкіл әлемдік биржаға шықпай тұрып, басында арзан кезінде қалай сатып алуға болады деген биржаларды көрсететін боламын. Сол үшін осы каналға қолдау көрсетіп жіберіңіздер. Комментарий, мысалға, мынаның комментарий барынша активность көрсетіңіздер. Мен сіздерге үйрете беремін, үйретуден жалықпаймын, қашқан емеспін үйретуден. Репост жасаңыздар, барынша қолдау көрсетсеңіздер, сіздерге мен ризамын. Сіздерге көрсете беремін, үйрете беремін. Сұрақтарыңызға да жауап беріп жатырмын. Сіздермен бірге болған Бексұлтан. Қош, сау болыңыздар.